Есімдік, есімдіктің мағыналық түрлері. Жүктеу есімдігі іс-әрекеттің иесін көрсетеді. Сұрағы кім сұрағына жауап береді. Септеледі, жүктеледі. Сен, сендер, сіз, сіздер, ол, олар көптеледі. Зат есімнің орнына қолданылады. Мысалы, мен, сен, сіз, ол, біз тағы басқа. Сілтеу есімдігі. Сілтеу есімдігі сілтеу, нұсқау, мегзеу мағыналарын білдіреді. Сұрақтары қай-қайсы сұрақтарына жауап береді. Зат есім орнына пайдаланса, септеледі, көптеледі, тәуелденеді. Анау, мынау, осынау тәуелденіп барып септеледі. Мына, ана есімдіктері көптеледі, септеледі. Әне, міне өзгеріске ұшырамайды. Бұл, осы, ол, сол, анау, мынау, сонау, осынау, ана, мына, әне, міне деген сияқты мысалдар келтіре аламыз. Сұрау есімдігі. Сұрау есімдігі жалпы жауап алу мақсатында қолданылады. Ортақ сұрақтары жоқ. Кім, не септеледі, көптеледі, тәуелденеді, жүктеледі. Қашан, барыс, жатыс, шығыс септіктерінде түрленеді. Кім, не, қайсы деп көптеледі. Кім, не, қандай, қанша, қалай, қайда, қайдан, нешінші деп жүктеледі. Кім, не, неше, қай, қалай, қандай, қанша, қайда, қайдан, қайсы, неше, нешінші, қашан, қайдағы, қашанғы тағы басқа мысалдар келтіре аламыз. Өздік есімдігі. Өздік есімдігі жалпы меншіктік иелік мағынаны білдіреді. Өз деген сөзі ғана жатады. Түбірін аламыз. Мысалы, өз деген сөздің түбірі өз деген сөзі ғана жатады. Септеледі, көптеледі, жүктеледі, көбіне тәуелденеді, қолданылады. Тәуелдеулі қолданылады. Мысалы, зат есім мен жүктеу есімдіктердің орнына айырбастайды. Өз жұмыстарын, өз ісім, өз балаң тағы басқа. Яғни өз деген сөзді қолданамыз. Жалпылау есімдігі өз айтып тұрғандай, екі немесе одан да көп заттар мен құбылыстарды біріктіру, жинақтау мәнінде жалпылап қолданылады. Зат есім сын есім орнына жүреді. Жіктік жалғауды қабылдамайды. Заттық мағынаны білдірген кезде тәуелденіп барып септеледі. Бәрі, күллі, түгел, барша, бар, барлық, бүкіл, бүтін тағы басқа мысалдарын келтіре аламыз. Белгісіздік есімдігі. Белгісіздік есімдігі затты, сандық белгіні, сан мөлшерді нақты көрсетпейді, және тұспалдап, болжап, мөлшерлеп қана көрсетеді. Әркім, әлдекім, әрне, әлдене, біреу, кейбіреу, бірдеме, бірдеңе, кімде кім зат есім орнына жұмсалса, әрбір, бір, кейбір, қайсыбір, қайбір сын есім орнына жұмсалады. Әлденеше, біраз, бірнеше сан есім орнына жұмсалса, әрқалай, әлдеқашан, әлдеқалай, әлдеқайдан деген үстеу орнына жұмсалады. Мысалдар келтіретін мысалдар өте көп. Көріп отырғандарыңыздай, біреу, кейбіреу, бірдеме, әрне, әркім, әлдекім, әлдене, кімде кім, бір, қайсыбір, кейбір, әлдеқашан, әрқашан, әлдеқайдан, әлдеқалай, әрқалай, бірнеше, әрбір тағы басқа әр деген мысалдар келтіре аламыз. Болымсыздық есімдігі өзі айтып тұрғандай заттық сандық ұғымды білдіреді. Еш сөзімен кейбір есімдіктердің бірігуінен жасалады. Сондай-ақ дәнеме, дәнеңе сөздері кіреді. Арада дәнеме, дәнеңе деген сөздерді аламыз, және өздік есімдік сияқты ол еш деген түбір сөзден жасалынады. Еш. Ешкім, ештеме, ештеңе, ешқайсы, дәнеме, дәнеңе. Дәнеме, дәнеңеде белгісіздік есімдігі ол зат есім орнына жұмсалады. Ешқандай, ешбір сын есім орнына, ешқайдан, ешқайда үстеу орнына жікті жалғауды қабылдамайды. Сөйлемде жоқ емес сөздермен және етістіктің болымсыз түрмен байланыста қолданылады.
Мысалдар келтіретін болсақ, ештеме, ештеңе, ешкім, ешбір, ешқашан, ешқандай, ешқайдан, ешқайсысы, дәнеме және дәнеңе. Дәнеме, дәнеңе және еш деген сөздерді жаттап алсақ, бұл бізде болмыстық есімдігі болады. Шектегі есімдігін бағана біз айттық. Шектегі есімдігі әрқашанда жіктеліп отырады. Мен, сен, сіз, ол, біз, тағы басқа деп. Осымен бүгінгі біздің есімдік және есімдіктің мағыналық түрлері атты сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше біздің YouTube арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.